Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен нарын дайындағалы отырмын. Оған керекті заттар: біраз ет керек. Майлы ет болса өте жақсы. Менде онша майлы емес екен етіміз. Және де оған сәбіз, картошка, біраз пияз керек. Енді дайындауға көшеміз. Бірінші пиязын қуырып аламыз. Енді етімізді қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатыр. Енді оның үстіне картошкамызды саламыз. Көп май құймаймыз, азырақ майға қуырып аламыз. Енді сәбізімізді қуырып аламыз. Онда көбірек сәбіз саламыз. Өйткені тураған кезде дәмді болады. Қуырылды. Енді картошкамызды қуырып аламыз. Азырақ тұз саламыз. Өйткені етіміз тұздалған. Сондықтан азырақ тұз саламыз. Қабат саламын. Бәрін араластырып қуырып аламын. Қуырылып болды қазанымыз. Енді суын құямыз. Сорпасы біраз болу керек. Қазанымыз жайлап қайнап жатыр. Тұзын бәрін көрдік. Сорпасы өте дәмді. Енді тұздығына пиязды қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып жатыр. Енді оған азырақ тұз саламыз. Тұзбен бірге қуырамыз. Сәбізімізді, картошканы осылайынша майдалап турап алдық. Енді қазандағы сорпаның майын аламыз. Тұздыққа құямыз. Май көп болған дұрыс. Қамырын илеп, енді міне осылайынша шұқарақ етіп, қатты ұшқа болмау керек. Осылайынша жайып алдық. Міне қамырды осылайынша үлкен-үлкен етіп кесіп алдық. Өйткені тураған кезде ыңғайлы болады. Міне тұздығын осылайынша алдық. Қайнап жатыр. Енді қамырымызды саламыз, пісіріп аламыз өстіп. Етіміз дайын болды. Енді бұны майдалап тураймыз. Өте майда болса дәмдірек болады. Осы секілді майдалап тураймыз. Енді міне қамырымыз дайын болды, пісті. Енді осылайынша майда етіп, бұны да тураймыз ет секілді. Қамырын турап алдық. Енді сәбізін саламыз. Картошканы оны да саламыз. Осылайынша етті де саламыз.
Оның үстіне тұздықты салып, бәрін араластырамыз. Енді осылай араластырып аламыз бәрін. Тамағымыз дайын болды, өте дәмді. Осылай жесеңіздер де болады, немесе осылай сорпаға салып ішеңіздер де болады. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.